Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен құрамында ешқандай қант және де ұн болмайтын десерт әзірлейтін боламыз. Бұл десертті дайындау үшін бізге 80 грамм кепкен өрік және де 80 грамм мейіз қажет болады. Оның үстінен қайнатып суытылған суымызды батқанша құйып, 30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Бізге белгілі өрік және мейіздің құрамында әртүрлі микро және де макро элементтер бар, яғни калий, кальций, натрий. Бұлар баланың организміне өте пайдалы. Осылай 30 минуттан соң асхана сүлгісіне мейізді және де өрігімізді кептіріп аламыз. Бұл уақыт аралығында 200 мл сүтімізге 24 грамм желатинімізді салып 15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Желатин өз жұмысын жасауы қажет. Енді өрігімізді осылай 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Мейізімізді 2 бөлікке бөлеміз. Егер мейіздеріңіз үлкен болса, кішірек етіп 3 бөлікке бөлуге де болады. Ыдысымызға 400 грамм творог, 200 грамм творожный сыр, 35 грамм бал салып, блендермен жақсылап езгілейтін боламыз. Балды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көбейтіп азайтуларыңызға болады. Енді сүтімізді микроволновкаде желатиніміз кішкене ерігенше ұстаймыз және де бөлме температурасына келгенше күтіп, творожный массамыздың үстіне құямыз. Өрігімізді және де мейізімізді салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Менде осындай кекстің силиконды формалары бар. Соларға құйып шықтым. Қалғанын осындай сүттің коробкасына құйдым. Және де бетін жауып, 3-4 сағатқа не болмаса бір түнге қалдырсаңыздар болады. Дайын болған десертімізді осылай 3 бөлікке бөлдім және де кішкентай етіп тағы да турап шықтым. Туралған творогты массамызды осылай фисташковый ұнға малып аунатып әсемдедім. Екінші десертімізге, яғни кекстің формасындағы десертімізге осылай шоколадты кондитерлік мешокқа ерітіп құйып шықтым. Шоколадты еш уақытта ыстық күйінде құюға болмайды. Сондықтан кішкене суытып, сосын пайдаланыңыздар. Мінекей біздің өте дәмді әрі пайдалы десерттеріміз дайын. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды тәттілермен қуантыңыздар.